Құбырда табылған жалаңаш қыз. Алақандай кішкентай ауыл. Күндіз далаға шығып кеткен 14 жасар Салтанат күн бата бастағанымен сол күй үйіне оралмады. Іздеуге ата-анасы, туыстары, бүкіл ауылдың тұрғындары кірісті. Ауылдың өзі шет шалғай жерлері бәрі тінтілді. Алайда 14 жасар Салтанат еш жерде жоқ. Өз күштерімен іздеп, еш нәтиже болмағандықтан зар илеген ата-ана полицияға жүгінді. Таң атпай іздеуге жергілікті учаскелік инспектор мен аудан орталығынан келген полицейлер де кірісті. Ауылдағы әрбір үй, қора, қараусыз қалған ғимараттар, егін алқаптары шолынды. Бірақ 14 жасар қыз табылмай отыр. Іздеуге арнайы кинолог мамандары қосылды. Іздегі жеттерді жетектеген кинологтар ақыры қыздың мәйітін ауылдың шетінен анықтады. 14 жасар Салтанат ағын су ағатын құбырдың ішінен табылып отыр. Мәйіт жалаңаш. Мойны мен бетінде көгерген іздері бар. Мәйітті қарап шыққан сарапшылар бірден оның зорланғанын мәлімдейді. Оған қоса бірнеше рет ұрып, қылқындырып өлтірген. Бұрын соңды мұндай қылмыс болмаған ауыл дүрбелеңге салынды. Сұрақ жауапқа алынған тұрғындар аталмыш қылмыстың кімнің жасауы мүмкін екенін елестете алмайтындарын айтуда. Себебі ауыл өте шағын. 100-ге жетер-жетпес тұрғыны бар. Бәрі бірін-бірі жақсы таниды. Тергеушілер аталмыш іске сырттан келген біреулердің қатысы болуы мүмкін деп, облыс аумағында кезінде осындай қылмыс жасаған адамдардың бәрін тексере бастады. Алайда бұл шарада нәтиже болған жоқ. Тексерілген адамдардың ешбірі бұл ауылға аяқ баспаған. Арада бірнеше күн өткен соң аталмыш іске қатысты куәгерлер табылды. Олардың айтуынша, қыз жоғалатын күні Салтанатты жергілікті шаруа қожалығында жұмыс жасайтын малшымен көргендерін айтады. Әлгі малшы жігітті тергеушілер дереу құрықтап бөлімшеге жеткізеді. Сұрақ жауап барысында малшы Салтанатты көргенін растайды. Айтуынша, екеуі амандасып, бір-біріне бір-екі ауыз сөз айтып, қош айтысқан көрінеді. Алайда тергеушілер оның айтқан сөзіне сене қойған жоқ. Осылайша бірнеше сағаттан соң әлгі малшы 14 жасар қызды зорлап өлтіргенін мойындайды. Десек те, істің ашылуына мойындау аз. Бұлтартпас айғақтар мен дәйектер қажет. Оның жеке заттары мен үйлері тінтілді, бірақ тікелей дәйек табылмай отыр. Күдікті малшы тергеу изоляторына тоғытылды. Сарапшылар мәйіттен ұрық қалдықтарын анықтап, оны әлгі малшының ДНК-сымен салыстыруды шешті. Алайда малшының ДНК сынамасы мәйіттен табылған ұрықпен сәйкес болмай шықты. Аптырып қалған тергеушілер малшыны қайтадан сұрақ жауапқа алғанымен ол қылмысты жасағанын мойындауын қояр емес. Енді тергеушілерде жалғыз әдіс қалды. Облыс орталығынан сарапшылар шақырылып, бүкіл ауылдың ДНК сынамасы алынатын болды. Бірқатар тұрғындардың қарсылығына қарамастан бәрінен ДНК сынамасы алынып, талдау жасала бастады. Бірнеше күннен соң көптен күткен нәтижеде шықты. Сарапшылар бір ғана сәйкестікті анықтап отыр. Сәйкес болған сынаманың иесі 30 жастағы Самат Тұрыспаев болып шықты. Ауылдың мал дәрігері. Аталмыш ақпарат ауыл тұрғындарының арасында ду етіп тарағаны сол тұрғындар наразылық білдіре бастады. Себебі Тұрыспаев ауылда құрметті азамат, жанұясы бар, бір қыз баланы тәрбиелеп отырған әке. Тұрғындардың пайымдауынша, тергеушілер істі тез жабу үшін жазықсыз адамды қамамақ. Оған қоса, Тұрыспаев 14 жасар Салтанатты іздеуде өте белсенді болды. Тіпті баяу жұмыс жасайсыңдар деп талай рет дау шығарып полицияларды жұрт алдында сөккенде еді. Сондықтан полиция тарапына ауыр сөздерді айтқан белсенді Тұрыспаевты тергеушілер қасақана айыптап отыр деп сөз тарай бастады. Десек те, ДНК сараптамасы қайтара жасалды. Нәтижесі қайта сол Самат Тұрыспаевты көрсетіп тұр.
Бұлтыртпас айғақтардың нәтижесінде 30 жастағы Тұрысбаев қылмысын мойындай бастады. Шалғайда жатқан қожалықтағы малдарды қарап, жаяу қайтып бара жатқан Тұрысбаев 14 жасар Салтанатты көзі шалады. Ол да жаяу қайтып бара жатқан екен. Тұрысбаев оны қуып жетіп, үйіне дейін шығарып салуды ұсынады. Ауылдас көкесі, оған қоса бірін-бірі жақсы танитын болған соң, арам ойы жоқ Салтанат келіседі. Алайда бірнеше қадам жүрген соң, Тұрысбаев Салтанатты сүйрелеп жол жиегіне қарай алып кетеді де, онымен өз еркімен жыныстық қатынасқа түсуін талап етеді. Салтанат жан даусын шығарып айқайлай бастаған соң, біреу-міреу естіп қояр деп қорыққан Тұрысбаев оның аузын алақанымен жауып бірнеше соққы жасайды. Сөйтіп оны шешіндіріп, айуандық арам пиғылын іске асырып болған соң, әл-дәрмені қалмай өксіп жылап жатқан қызды қылқындырып өлтіріп тастайды. Мәйітті жақын маңдағы ағын су ағатын құбырдың ішіне сүйрелеп апарып тастап, қыздың киімдерін бір үйіндетіп жинап өртеп тастайды. Пайымдауынша, ол осылай дәйектердің көзін құртпақ болған екен. Әрі қарай үйіне жөнеліп, жұбайы және кішкентай қызымен түк болмағандай кешкі ас ішуге отырыпты. Әшейінде жарқын сөйлеп, іздеу шаралары кезінде полицейлерді сөккен Тұрысбаев сот барысында жұмған аузын ашқан жоқ. Қойылған сұрақтарға қысқа ғана жауап беріп, иә және жоқ деген жауаптармен шектелгені бар. Медициналық білімі болғандықтан ДНК сараптамасына қарсы қояр дәйегі жоқтығын ұққан болар. Сот шешімімен 30 жастағы Самат Тұрысбаев 22 жылға қамалды. Ал аталмыш қылмысты өз мойнына алып, кішкентай қызды зорлап және өлтіргенін мойындаған малшыға келер болсақ, ол абақтыдан босатылды. Жазықсыз бола тұра, неліктен ауыр қылмысты мойнына алғанын ол оңай түсіндірді. Айтуынша, оның іздеуі де, сұрауы да жоқ, жан ұясы да, туысы да жоқ. Шаруа қожалықта жалдамалы малшы болып істейді. Ауыр жұмыс, жұпыны үй, жоқшылықтан шаршаған ол түрмеге түсіп, өмірін жеңілдетпек болыпты. Егер заманауи сараптама болмағанда, шынайы құбыжық бостандықта қалар еді.